PicsArt программасы платный, мен шрифтті таңдай алмай жүрмін, шрифттерді өзгерте алмай жүрмін, сақтай алмай жүрмін деген адамдарға осы Fonto деген нейропрограмманы скачать етіп алу керек сіздерге. Бұнда шрифттерді, қазақша шрифттерді, әдемі шрифттерді осында орнатуға болады. Ол үшін біз Телеграмға кіріп, Телеграмнан қазақша шрифттер деген арнайы канал бар. Сонда сол шрифттердің ішінен өзіңіз кез келген керекті шрифтіңізді осында, мысалы, мына шрифтті алып, выбрать деп басып, поделиться деп басасыз да, содан кейін Fonto деген жаңа өзіміз сақтап алған приложениемізді басамыз. Сосын install десеңіз, осындай шрифт сізде Fonto программасында мои шрифты, my fonts деген вкладка болады, сонда сақталады. Міне, енді қараңыз, біз Fontoны жауып тастайық, қайтадан мынаны ашайық. Fontoны ашып, мысалы, өзіміздің керекті шаблонымызды ашып аламыз, Мысалы, мына шаблонды ашып алсақ, содан кейін Done деп басып, үстінен бір рет бассаңыз, Add Text деп басасыз. Содан кейін, мысалы, неңізді, текстіңізді жазасыз, мысалы. Сосын фонт дегенге кірсеңіз, Fonts деген ішінде Fonto программасының өзінің фонттары тұрады, тексттары, шрифттері яғни. My Fonts дегенде онда уже өзіміз сақтаған шрифттер. Мысалы, жаңағы шрифт бізде Monumento деген болған, осыны бассақ, сондай шрифт шығады. Соны Done деп бассаңыз, уже ол сақталады. Онда Style деген бассаңыз, осында оның түстерін ауыстыруға болады. Осылай. Еш қиындығы жоқ. iPhone'да да әдемі шрифттерді жазуға болады. Назарларыңызға рахмет. Сақтағанда бұлай сақтай саласыздар. Save image and PNG формат немесе JPEG форматында.